Сәлем достар, сіздермен Алмагүл. Бүгін сіздермен осындай керемет шелпектер дайындайтын боламыз. Яғни аштықсыз шелпек дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеомды соңына дейін көріп, тамашалап және алдымен менің арнама подписация жасап, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар достар. Міндетті түрде видеомды соңына дейін қарап, өз ойларыңызды жазып және де лайк басып, комментария жазып қойды ұмытпаңыздар. Өте дәмді, керемет, хрусти болып шығатын осындай аштықсыз шелпектің рецептісін білгіңіз келсе, жасалу жолын көргіңіз келетін болса, видеомды соңына дейін қараңыздар. Бізге алдымен осындай жылы сүтіміз және де оған бір чай қасық тұзымызды салып, тұзымызды ертіп алатын боламыз және ұнымыз ғана қажет болады. Осы ұнымыздың үстінен енді сүтімізді аз мөлшерден құя отырып, қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр елейтін боламыз. Жақсылап қатты қамыр елеп аламыз. Қанша граммнан салғанның барлығы осы видеоның төменгі жағында описание бөлімінде бар. Міндетті түрде соған қарап жасап көріңіздер. Менде бұл қамырымнан 7 штук шелпек шығады. Дәл енді осы қамырымызды 5 минутқа тындырып қойғаннан соң қамырымызды 7 бөлікке бөліп алатын боламыз. Барлығын 7 бөлікке бөліп алғаннан соң қолымыздың көмегімен кішкене зуала жасап, оны ыдысқа салып қойып қоятын боламыз. Жаймен шетінен ала отырып, бүрелеп шелпектің көлемінде үлкен не болмаса кіші етіп өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жайып аласыздар. Міне достар, оқтаудың көмегімен және кішкене ұн себе отырып, мен шелпектерімнің барлығын жайып алдым. Осылайша 7 шелпек шықты. Енді осы шелпегімізді алып, алдын ала қыздыртып қойған майымызға сала отырып, екі бетін қызартып пісіріп алатын боламыз. Міне майға салғанның өзінен біздің шелпектеріміз шарик-шарик болып ісіп, өте керемет болып көтеріліп жатыр. Міне осылай бір беті қызарғаннан соң екінші бетіне ауыстыра отырып, барлық шелпекті дәл осылай пісіріп аласыздар. Егер де менің видеом ұнаған болса, маған лайк басып және комментария жазып қойды ұмытпаңыздар, және инста парақшама тіркеліп, оңай үйде жасалатын қарапайым рецептерді көріп жасап көріңіздер. Және де достар, егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, менің арнама подписация жасап және қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа салған рецептерім сіздерге міндетті түрде колокольчик арқылы сообщение болып келіп тұратын болады. Менің салған видеоларымды алғашқы болып көруге себепші болатын осы колокольчикті басып қойсаңыздар көре аласыздар. Сіздермен бірге болған Алмагүл ас болсын.